2011 жыл. Сол түн алдын тыныштығын ешкім бұзбауы тиіс еді. Бірақ дәл сол түні бір үйдің ішінде айтылған сөз кейін бүкіл ауылдың тағдырын өзгертіп жіберетінін ешкім білген жоқ. Айсәуле небәрі 19 жас деді. Жас келін. Бір жыл бұрын ғана ұзатылған. Бірақ тағдыр оған ұзақ бақыт бұйыртпады. Күйеуі Ербол жол апатынан қайтыс болғанда, ауыл әлі күздің салқынын сезіп тұрған кез. Сол күннен кейін Айсәуле сол үйде жас жесір болып қалды. Көпшілік оған аяушылықпен қарады. Біреулер сыбырлап әңгіме айтты. Жап-жас қыз ғой. Тағдыры қиын болды. Қайыненесі сыр бермейтін сабырлы әйел еді. Ал қайынатасы Серікбай ауылда сыйлы адам. Елуге таяп қалған сабырлы, сөзге сараң. Сол үйде бәрі тыныш сияқты көрінетін. Бірақ сырт көз байқамайтын бір ауырлық бар еді. Айсәуле күн өткен сайын өзгеріп бара жатты. Кешкісін ауладағы орындықта ұзақ отырады. Кейде еш себепсіз жылап алады. Кейде үй ішінде үндемей жүреді. Жастық шақтың қызуы, жалғыздықтың салмағы, ауылдың қысымы, бәрі бір жүрекке жиналып қалғандай. Сол түні Айсәуле ұзақ ұйықтай алмады. Сыртта жел соғып тұрды. Үйдің іші қараңғы. Ол терезеден аулаға қарады. Кенет ойына бір нәрсе келді. Өзі де түсінбейтін бір ой. Жүрегі қатты соғып кетті. Сәлден кейін ол орнынан тұрды. Үйдің ұзын дәлізіне шықты. Аяқ дыбысы білінбейді. Серікбайдың бөлмесінің есігі жабық еді. Айсәуле бір сәт тоқтап қалды. Кеудесінде бір ауыр шешім тұрғандай. Сосын жай ғана есікті ақырын қақты. Іштен ұйқысы бұзылған дауыс естілді. Кім? Айсәуле сыбырлап жауап берді. Мен, Айсәуле. Іштен біраз уақыт үн шықпады. Серікбай орнынан тұрған сияқты. Есік ашылды. Жарық жанбаған. Қараңғы дәлізде екеуі бір-біріне үнсіз қарап тұрды. Серікбай таңырқап сұрады. Бірдеңе болды ма? Айсәуленің дауысы дірілдеп шықты. Сізбен сөйлескім келеді. Серікбай мұндайды күтпеген. Қазір ме? Айсәуле басын төмен түсірді. Сосын баяу ғана айтты. Иә, дәл қазір. Бірақ ол сөзінің артында тағы бір ауыр сыр тұрғанын Серікбай әлі түсінбеген еді. Ал сол түннен кейін олардың өмірі бұрынғыдай болмайтынын ешкім сезбеген. Айсәуле сол үйге келін болып түскенде бәрі басқаша болатын. Күлкі көп еді. Үйге жастар жиі келетін. Ербол әзіл ғой, көңілді жігіт болатын. Бірақ бір күнде бәрі өзгерді. Апат туралы хабар келгенде Айсәуле сенбеген. Жоқ, мүмкін емес. Ауылдың адамдары үйге жиналғанда ғана шындық анық болды. Сол күннен бастап оның өмірі үнсіздікке айналды. Жас жесірдің тағдыры ауылда ауыр. Көпшілік сырттай аяйды, бірақ ішінен әртүрлі ой айтады. Жап-жас бой. Қанша уақыт шыдайды екен? Айсәуле сол сөздерді естімегендей жүреді. Бірақ бәрі жүрегіне жететін. Кешкісін ол үйдің артындағы алма ағашының жанында жалғыз отыратын. Сол жерде Ербол екеуі жазда ұзақ сөйлесетін. Қазір сол орын бос. Бір күні қайынатасы Серікбай оның жанынан өтіп бара жатып тоқтады. Суық тиіп қалады, үйге кір. Айсәуле үнсіз басын изеді. Серікбай жаман адам емес. Керісінше, ол Айсәулеге әрдайым құрметпен қарайтын. Бірақ екеуінің арасында бір түсініксіз қашықтық бар еді. Үйге 3 адам ғана. Бірақ әр қайсысы бөлек өмір сүргендей. Айсәуле кейде түнде оянып кететін. Үйдің ішінде тыныштық. Сол кезде жалғыздық қатты сезілетін. Жастық шағы әлі алда еді. Ал өмірі бір сәтте тоқтап қалғандай. Бір күні көрші әйелдер құдықтан су алып тұрған кезде сыбырлап сөйлесті. Айсәуле, әлі сол үйде тұрып жатыр ма? Иә, қайда барады? Тағы біреуі күліп айтты. Бірақ жас қой, ұзақ шыдамайды. Айсәуле бұл сөздерді естіп қалды. Сол күні кешке ол ұзақ ойланды. Өмірі қайда бара жатыр? Осы үйде қанша уақыт қалмақ? Ал ең қиыны, жүрегіндегі белгісіз сезім еді. Соңғы кездері ол Серікбайды басқаша байқап жүр. Оның сабырлы мінезін, үйдегі тыныш қамқорлығын. Бұл ойлардан өзі қорқатын. Сол себепті бәрін ішіне сақтады. Бірақ адам жүрегі кейде өзіне бағынбайды. Ал сол сезім бір түнде күтпеген шешімге алып келетінін Айсәуле әлі білмеген.
Түн ортасында басталған әңгіме олардың өміріндегі ең қиын сәттердің бірі болды. Серікбай есікті ашқанда Айсәуленің жүзіндегі күйзелісті бірден байқап қалды. Не болды? Біреу ренжітті ме? Айсәуле басын шайқады. Жоқ. Дәлізде салқын жел жүр. Үйдің іші тыныш. Серікбай шам жақты. Жарық түскенде Айсәуленің көзі қызарып тұрғаны көрінді. Бірдеңе айтып бер. Айсәуле ұзақ үнсіз тұрды. Сосын баяу сөйледі. Мен бұл үйде өзімді бөтеннен адам сияқты сезінемін. Серікбай ойланып қалды. Біз сені бөтен көрген жоқпыз. Мен білемін. Айсәуле керең дем алды. Бірақ менің өмірім тоқтап қалғандай. Серікбай жауап таба алмады. Бұл сөздердің артында ауыр жалғыздық тұрғанын ол түсінді. Айсәуле тағы айтты. Кейде түнде ұйықтай алмаймын. Неге? Өйткені ешкім жоқ. Ол сөзін аяқтай алмады. Бірнеше секунд үнсіздік орнады. Серікбай алғаш рет оның шын күйзелісін анық көрді. Жас қыз. Өмірі енді басталған. Ал тағдыр оны ерте сындырған. Серікбай жай ғана айтты. Уақыт бәрін орнына қояды. Айсәуле басын көтеріп қарады. Кейде уақыт көмектеспейді. Осы сөзден кейін екеуінің арасында түсініксіз тыныштық пайда болды. Айсәуле сол сәтте күтпеген сөз айтты. Мен сізбен сөйлескім келеді. Ұзақ. Серікбай таңырқап қалды. Бұл әңгіме жай ғана сырласу ма, әлде одан да күрделі нәрсе ме? Ол әлі түсінбеген еді. Ал түн әлі ұзақ болатын. Кейбір құпияны адам қанша жасырса да, оны ең алдымен қабырға емес, ауылдың құлағы естиді. Сол түннен кейін Айсәуле өзгеріп кетті. Бұрынғыдай аулаға жиі шықпайтын болды. Үйдің ішінде де көп сөйлемейді. Көзінің астында көлеңке пайда болды. Ал Серікбай тіпті тұйықталып кетті. Таңғы ас үстінде бұрынғыдай сабырлы отырса да, ой бөлек жақта жүргені білініп тұратын. Қайын енесі Күлайша мұны байқамай қалмады. Екеуімнің түрлерім неге бөлек? Деп бір күні шай үстінде жай ғана сұрады. Айсәуле кесесін қолына ұстап отырып, сәл селгете қалды. Ештеңе жоқ апа. Күлайша үнсіз қалды. Бірақ әйел жүрегі бірдеңені сезсе, бекер сезбейді. Сол күні түсте көрші Сәлима үйге кіріп келді. Күлайша, кеше түнде иттер көбірді ғой, деп бастады ол әңгімені. Біреу ауылда жүрген сияқты болды. Күлайша жай ғана иығын көтерді. Білмедім, ерте жатып қалғанмын. Сәлима бірден кетпеді. Әдейі отырғандай, әдейі сөз созғандай. Қазір заман қиын, үйде жас келін бар, ауылдың аузы жаман, деп қойды. Осы бір сөйлем Күлайшаның жүрегіне қадалып қалды. Айсәуле сол кезде ішкі бөлмеде еді. Бірақ сырттағы әңгіменің әр сөзін анық естіді. Жүрегі қысылып кетті. Кешке қарай ол қора жаққа шығып, ұзақ уақыт бос тұрды. Жел соғып тұр. Күн батып барады. Көз алдына сол түнгі дәліз, сол түнгі үнсіздік, сол түнгі өз дауысы келді. Неге бардым? Неге дәл солай сөйледім? Өзіне өзі жауап таба алмады. Ал Серікбай да сол күні қорадан қайтып келе жатып, бір топ еркектің әңгімесін естіп қалды. Ана үй тым тыныш боп кетті. Жас жесір бар жерде әңгіме де болады. Ер адамдардың күлкісі оның құлағына ащы тиді. Серікбай үндемей өтіп кетті. Бірақ сол сөздерден кейін оның жүрегіне алғашқы қорқыныш кірді. Егер біреулер әлденені сезсе ше? Егер сол бір түнгі әңгіме сыртта шығып кетсе ше? Кешке ол Айсәулеге көз қиығымен ғана қарады. Айсәуле де төмен қарап отырды. Екеуінің арасында ешкім естімейтін ауыр сыр тұрғандай. Түн тағы түсті. Бірақ бұл жолы екеуі де өз бөлмелерінен шықпады. Сонда да ұйқы келмеді. Себебі кейбір үнсіздік айтылған сөзден де қаттырақ айқайлайды. Ал ауылға тараған алғашқы сыбыс әлі бастамасы ғана еді. Әйел адам кейде бір ғана қарастан бәрін ұғады. Күлайша соңғы күндері Айсәулеге жиі қарап жүрді. Жай қарамайды, бақылайды. Айсәуленің ас үйде жүрісі өзгерген. Қолынан кесесі түсіп кете жаздайды. Кейде бір нәрсе айтсан, естімей қалады. Ал Серікбай бұрынғыдай үй ішінде еркін жүрмейді. Кешке ертерек сыртқа шығып кетеді. Түнде кеш кіреді. Айсәулемен бетпе-бет қалмауға
тырысатын сияқты. Күлейша мұны іштей түйіп жүрді. Бір күні түсте ол Айсәулені оңаша шақырып алды. «Қызым, бірдеңе мазалап жүрме?» Айсәуле шошып кеткендей болды. «Жоқ апа». «Шыныңды айт». Айсәуле үнсіз қалды. Күлейша оның жүзіне үңілді. «Саған бұл үй ауыр болып кетті ме?» Осы сұрақтан кейін Айсәуленің көзіне жас толды. «Мен ешкімге ауыртпалық болғым келмейді». «Ондай сөз айтпа. Сен осы үйдің келінісің». Айсәуле ернін тістеп алды. Ол дәл сол сәтте бәрін айтып салғысы келді. Түндегі сөзін, ішіндегі қысымын, жүрегіндегі шатасқан халін. Бірақ айта алмады. Егер шындық айтылса, бұл үйдің шаңырағы шайқалатынын сезді. Күлейша оның көз жасын көріп, одан сайын күмәндана түсті. Кешке ол Серікбайға қарата: «Сен де өзгеріп жүрсің», деді. Серікбай нанын үзіп отырып тоқтап қалды. «Қалай? Үйге бөтен адамдай қарайсың?» «Жұмыс көп». «Жұмыстан емес». Осы сөзден кейін дастархан үстін салмақ басып кетті. Айсәуле орнынан тұрып кетті. Суға кеткен сылтауымен. Күлейша оның артынан ұзақ қарап отырды. Сол түні Күлейша ұйықтай алмады. Басына әртүрлі ой келді. Жас келіннің қайғысы бөлек. Бірақ неге мына екеуі бір-бірінен қашады? Әлде бір нәрсе бар ма? Ол бұл ойдан өзі шошыды. Таңға жуық көз ілінер-ілінбесте аулада есік сықырлаған дыбысты естіді. Орнынан баяу тұрып, терезеге жақындады. Сыртта қара көлеңке. Бірақ екі бейненің қозғалғанын анық көрді. Бірі Серікбай, екіншісі Айсәуле. Олар бір-біріне тым жақын тұрған жоқ. Бірақ дәл сол сәтте Күлейшаның жүрегіне суық күдік кірді. Ол керезеден шегініп кетті. Ал таң атқанда бұл үй бұрынғы үй емес еді. Күдік кірген шаңырақта енді тыныштық ұзақ тұрмайтын. Адам кейде өз жүрегінен өзі қорқады. Айсәуле дәл сондай күйде жүрді. Ол ешкімге жамандық ойлаған жоқ. Ештемені бұзғысы келмеді. Бірақ жалғыздық кейде адамды күтпеген сезімге итермелейді. Ербол қайтқаннан бері оның өмірінде еш жылу қалмағандай еді. Күні бойы тірлікпен алданады. Түнде бәрі күшейеді. Бөлменің іші тарылып кеткендей болады. Тыныс алуы ауырлайды. Ескі естеліктер келеді. Бір түні ол Ерболдың көйлегін құшақтап жылап шықты. Бірақ жылаудан соңда жүрегі жеңілдемеді. Себебі оның қайғысына енді жалғыз сағыныш емес, басқа бір түсініксіз мұң араласып кеткен еді. Серікбай оған ешқашан артық сөз айтпаған, ешқашан шектен шықпаған. Қайта, үнемі ара қашықтық сақтаған. Бірақ дәл сол ұстамдылық Айсәулені одан сайын ойландыратын. Өйткені кейде ең қауіпті нәрсе айтылмаған сөз. Бір күні Айсәуле ауыл шетіндегі ескі бұлақ жаққа жалғыз барды. Сол жерде отырып ұзақ ойланды. Мен кетуім керек пе? Осы үйден шықсам бәрі тынышталар ма еді? Бірақ қайда барам? Әкемнің үйіне қайтсам, ел не дейді? Қалсам, жүрегім не болады? Ол жерден қайтқанда шешім қабылдағандай болды. Енді Серікбайға жоламау керек. Көзге де көп түспеу керек. Үй ішінде өз орнын ғана білу керек. Сол кеште ол ас үйде жүріп, Серікбай кіргенде сыртқа шығып кетті. Келесі күні шайды ерте ішіп алды да бөлмесіне кіріп кетті. Үшінші күні Күлейшаға көмектесіп жүріп, Серікбай отырған жаққа қарамауға тырысты. Бірақ тағдыр одан сайын жақындата түсті. Сол түні жарық сөніп қалды. Үй қараңғы болып кетті. Күлейша көрші үйге кетіп қалған еді. Айсәуле дәлізде шам іздеп жүріп, кенет Серікбаймен соқтығысып қалды. Екеуі де селк етті. Қараңғы. Тыныс дыбысы ғана естіледі. Кешіріңіз, деді Айсәуле ақырын. Серікбай сәл шегінді. Абай бол. Айсәуле сол сәтте оның да дауысы өзгеріп тұрғанын аңғарды. Қатты емес, бірақ әдеттегіден ауыр. Осы қысқа ғана сәт оның ішкі күресін қайта күшейтті. Өйткені адам ұмытамын деп шешкен нәрсе кейде дәл қасында тұрған кезде бұрынғыдан да қауіпті көрінеді. Сол түні Айсәуле тағы ұйықтай алмады. Терезеге қарап отырып, сыбырлап бір ғана сөз айтты. Құдайым, мені осы ойдан құтқар. Бірақ таң атқанда бәрі қайта басталатынын ол сезіп отырды. Елуге келген адам да кейде бір сәтте әлсіз болып қалуы мүмкін. Серікбай өзін өмір бойы сабырлы санаған. Жастықтың қызуын да көрді. Тұрмыстың тауқыметін де көтерді. Адамның талай мінезін таныды.
Бірақ соңғы күндері өз үйінде өзіне орын таппай жүрді. Айсәуленің сол түнгі дауысы әлі құлағынан кетпеген. Мен бұл үйде өзімді жалғыз сезінемін. Бұл сөзді ол басында тек тайғыдан туған мұң деп қабылдады. Бірақ уақыт өте келе, мәселе одан да терең екенін түсінді. Айсәуле оны паналай ма? Әлде жай ғана сырласатын жан іздей ме? Әлде бұл сезім екеуіне де қалыпты ме? Серікбай өзіне осы сұрақтарды қойды. Бірақ бір сұраққа жауап беруден қорықты. Менің өз жүрегімде не бар? Сол күні ол ауыл шетіндегі шеберханада кешке дейін отырып қалды. Үйге барғысы келмеді. Бірақ адам қашқан сайын ой соңынан еріп жүреді. Түнде үйге кірсе, Күлейша ұйықтап қалыпты. Айсәуле ас үйде ыдыс жинап жүр екен. Екеуі бетпе-бет қалды. Айсәуле кейін шегінбек болды. Серікбай тоқтатты. Тоқта. Айсәуле орнында қалды. Серікбай сөзін ұзақ бастай алмады. Сосын ақырын ғана сөйледі. Бұлай жүре беруге болмайды. Айсәуле үнсіз тыңдап тұрды. Ауылдың аузы бар, үйдің де шегі бар. Айсәуле төмен қарады. Мен білемін. Білсең, өзімді де, бізді де сақта. Бұл сөз ауыр шықты. Айсәуле басын көтергенде, көзінде реніш емес, күйік тұрды. Мен ештеңе бұзғым келген жоқ. Серікбай ауыр дем алды. Мен де. Осы екі ауыз сөз екеуінің арасындағы бар шындықты ашып жібергендей болды. Айсәуле сәл дірілдеп кетті. Онда неге бәрі осылай болып жатыр? Серікбай жауап бермеді. Өйткені кейбір сұрақтың жауабы бар, бірақ оны айтуға болмайды. Сәлден соң ол тек бір ғана шешім айтты. Саған басқа жерге шыққаным дұрыс. Айсәуле шошып кетті. Қуып жібересіз бе? Жоқ. Құтқарғым келеді. Осы сөзден кейін Айсәуле алғаш рет қатты жылады. Бірақ бұл жылау әлсіздіктен емес, бәрін түсінген адамның күйзелісінен туған еді. Серікбай сол түні далаға шығып кетті. Ұзақ жүрді. Аспанға қарады. Және сол түні ол өміріндегі ең қиын таңдау жасағанын түсінді. Жүрекке емес, арға бағыну. Бірақ бұл шешім кеш қабылданған болуы мүмкін еді. Өйткені үй ішіндегі үнсіз дауылды енді Күлейша да сезіп қалған. Күдік ұзақ жанған шоқ сияқты. Басында түтін ғана шығады. Кейін отқа айналады. Күлейша дәл сол күйге жетті. Соңғы күндері ол бәрін байқап жүрді. Айсәуленің көзіне қарап сөйлемейтінін, Серікбайдың үйден жиі шығып кететінін, үстел басындағы ауыр тыныштықты. Бір күні кешке ол әдейі ерте жатып қалғандай болды. Бірақ ұйықтаған жоқ. Түн ортасы ауғанда дәлізден баяу дауыс естілді. Күлейша орнынан тұрып, есік саңлауынан қарады. Айсәуле ас үйде тұр екен. Жарық жақпаған. Кек керезеден түскен бозғылт сәуле. Аздан соң Серікбай да шықты. Ол да жарық жақпады. Екеуі ас үйде біраз үнсіз тұрды. Ештеңе істемеді. Бір-біріне жақындамады. Бірақ сол үнсіздіктің өзі Күлейшаға оттай тиді. Себебі кейде адамның ішкі дүниесін қимыл емес, қасында ұзақ тұрып қалуы әшкерелейді. Күлейша есікті тарс ашып жіберді. Айсәуле шошып кетті. Серікбай қатып қалды. Не боп жүр мұнда? Деген дауыс түн тыныштығын қақ айырды. Айсәуле артқа шегінді. Апа, мен... Үндеме! Күлейшаның жүзі аппақ болып кеткен. Ол алдымен Айсәулеге, сосын Серікбайға қарады. Мен сендерден мұны күтпеп едім. Серікбай ашуланған жоқ. Ақталмады да. Тек қатты дауыспен артық ойлама, деді. Бірақ кеш еді. Күдік енді сөзге айналып кеткен. Түн ішінде қараңғыда неге тұрсыңдар? Ештеңе жоқ, апа. Айсәуле жылап жіберді. Ештеңе жоқ болса, мына үнсіздік не? Осы айқайдан кейін көрші үйдің иті үрді. Ауладағы шам жанды. Бүкіл түн оянып кеткендей болды. Күлейша сол түні үйдің ішін шаң қылып жылады. Айсәуле бөлмесіне кіріп кетіп, таңға дейін шықпады. Ал Серікбай есік алдында жалғыз отырып қалды. Таң атқанда ауылға әлде бір суық хабар тарай бастағандай болды. Өйткені мұндай айқай көрші қабырғадан асып естіледі. Ал ауылдың құлағы қашанда ашық. Кейбір шындықты адам айтпайды. Оны ауыл өзі құрастырып алады. Ертеңіне таңертең-ақ құдық басында әңгіме басталды. Түнде бірдеңе болыпты. Сол үйден айқай шыққан. Жас келін мен қайната туралы бірдеңе бар сияқты.
Bir сағат өтпей жатып, бұл сөз бүтін көшеге тарады. Түске қарай ер адамдар да ести бастады. Серікбайдың үйінде тыныш емес екен. Ана жас келіннің көзінде бір сыр бар еді. Әркім әртүрлі қосты. Бірі көбейтті, бірі бұрмалады. Ал сол сәтте үйдің ішінде үшеуі де үнсіз отырды. Күлейша жылап-жылап қалжыраған. Айсәуленің көзі ісіп кеткен. Серікбайдың жүзі сұрланып кеткен. Bir кезде қақпа қағылды. Көрші ауылдың жеңгесі Нұрбике кіріп келді. Естіп келдім, рас па, өтірік пе? Міне, ең ауыр сәт осы еді. Bir әулеттің ішкі қайғысы енді сырт адамның аузына түсті. Күлейша орнынан тұрып, бұл үйден шық, деді. Нұрбике үндемей кетіп қалды. Бірақ өзімен бірге әңгімені де ала кетті. Сол күні түстен кейін Айсәуле шешім қабылдады. Ол көне сандықтың ішінен киімдерін жинай бастады. Күлейша есік алдында тұрып қалды. Қайда барасың? Айсәуле көз жасын сүртті. Мен кеткенім дұрыс апа. Осылай бәрін мойындағаның ба? Айсәуле селт етті. Жоқ. Мен тек бұл үйге енді тыныштық керек екенін түсіндім. Күлейша қабырғаға сүйеніп қалды. Ол ашулы еді. Бірақ ашудан да күштірек сезім пайда болған. Күйреу. Өйткені ол нақты не болғанын білмеді. Бірақ ештеңе болмағанына да сене алмай қалды. Серікбай сырттан кіріп жиналған сөмкені көрді. Біраз уақыт үндемеді. Сосын жай ғана. Алысқа кетпе. Әке шешеңнің үйіне бар, деді. Осы сөзді естігенде Күлейша күйеуіне жалт қарады. Сонда сен шынымен оның кеткенін қалайсың ба? Серікбай көзін тайдырмады. Қазір осы дұрыс. Күлейша осы сәтте бәрін түсінгендей болды. Нақты оқиған емес, бірақ бұл үйдегі сезімдердің шегінен асып кеткенін. Ал сыртта ауыл адамдары қақпа жақтан қарап, іште не болып жатқанын шамалаттырды. Құпия енді құпия емес еді. Шындықты ешкім дәл білмесе де, бүкіл ауыл бірдеңе барын біліп қойған. Кейде ең үлкен масқара нақты дәлел емес, елдің сеніп қоюы. Кейбір түндер адамның бүкіл өмірін екіге бөледі. Айсәуле үшін де солай болды. Сөмкесі дайын тұрды. Үйдің іші үнсіз. Сыртта көктемгі салқын жел. Ол осы шаңыраққа келін болып түскен күнін есіне алды. Босағадан аттаған сәтін. Ерболдың күлкісін. Күлейшаның ақ жаулығын. Серікбайдың батасын. Бәрі кеше ғана болғандай. Ал бүгін сол шаңырақтан кінә мен күдікке оранған күйде кеткелі тұр. Айсәуле табалдырық алдында тоқтап қалды. Күлейша оған қарамады. Тек бір бұрышта үнсіз отырды. Серікбай сыртта тұр екен. Айсәуле есіктен шыққанда ол бұрылмастан. Өзіңді жоғалтпа, деді. Айсәуле көз жасын әрем ұстап тұрды. Кешіріңіз. Серікбай сол сәтте ғана бұрылып қарады. Оның жүзінде ашу да, маз да жоқ еді. Тек қатты шаршаған адамның жүзі. Кейде кешірім ештеңені өзгертпейді, деді ол. Бірақ адамды сақтап қалады. Айсәуле бұл сөзді өмір бойы ұмытпайтынын сол сәтте сезді. Арба келгенде көрші үйлердің терезелері сығалап тұрды. Біреулер қақпа сыртында сыбырласып тұрды. Ауыл оны үнсіз шығарып салған жоқ. Әр көзде сұрақ бар. Әр сыбырда үкім бар. Айсәуле арбаға отырды. Үй кішірейіп бара жатты. Ол сол шаңырақта нақты не жоғалтқанын өзі де ажырата алмады. Күйеуінің ізі ме, жастығы ма, әлде оралмайтын тыныштығы ма? Ал үйде қалған екеуінің өмірде өзгеріп кетті. Күлейша бұрынғыдай сөйлей алмайтын болды. Серікбай тіпті көп үнсізденіп кетті. Ауыл біразға дейін бұл әңгімені айтумен болды. Біреулер жас келінді кінәлады. Біреулер жалғыздықты айыптады. Тағы біреулер бәріне ерте үзілген тағдыр себеп, деді. Бірақ нақты шындықты үшеуінен басқа ешкім толық білген жоқ. Сол шындықтың ең ауыр жері ашық қадамда емес, уақытында тоқтатылмаған сезімде еді. Айсәуле кетіп бара жатып соңғы рет артына қарады. Сол үй енді оған пана емес, сабақ болып қалған. Ал бұл оқиға ауыл жадында бірақ сөйлеммен қалды. 2011 жылы бір жас келіннің тағдыры бүтін бір әулеттің тыныштығын бұзған еді. Бірақ ел білмеген бір нәрсе болды. Бұл әңгімеде ешкім толық жеңген жоқ. Ешкім толық ақталған жоқ. Ешкім толық бақытты болған жоқ.
Өйткені кейде адамның ең үлкен қателігі жамандық жасауда емес. Жүрегіндегі қалыпты сезімді дер кезінде мойындамай, онымен үнсіз күресемін деп жүріп, бәрін кешіктіріп алуында. Ал кейбір кешіккен тыныштықтың құны бүтін бір өмір.